Сәлем достар, сендермен бәрі бар арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге ең қызықты логикалық сұрақтарды айтатын боламын. Ендеше кеттік. Доп қандай стақанда? Дұрыс жауап берсең, лайк қой. Ал мұнда? Енді доп қайда? Саяхатшы тауға мінген. Кенеттен жер сілкінісі басталды. Саяхатшы құбыжықтарға толы шұңқырға құлады. Саяхатшыда 3 мықты қабілет беретін дәрілері болды. Бірінші дәріні ішсе, ол үлкен бола алады. Екінші дәріні ішсе, ол ұша алады. Үшіншісін ішсе, көрінбей қалады. Құбыжықтар саяхатшыға шабуыл жасайын деп жатыр. Сондықтан саяхатшыда тек бір дәріні ішуге ғана уақыты бар. Саяхатшы тірі қалу үшін қандай дәріні ішу керек? Жауабы: егер ол үшінші дәріні ішсе, бұл дәрі оған көмектесе алмайды. Себебі құбыжықтар иіс арқылы адамды таба алады. Егер ол екінші дәріні ішсе, ол да көмектеспейді. Себебі шұңқыр кішкентай. Ал тек бірінші дәрі арқылы саяхатшы шұңқырдан ұшып шыға алады. Сіз дүкенде күзетшісіз. Мына адамдардың ішінде біреуі қарбыз ұрлап кетті. Кім ұры? Жауабы: мына бала. Себебі ол доп көтерсе, ол осылай тұрмайтын еді. Бір кезде жаман сиқыршы Ханшайымды өзінің сарайына қамап қойды. Әскер Ханшайымды босату үшін сарайға келді. Сарайдың ішінде ол 3 есік көрді. Кенеттен сиқыршының даусы естілді, және ол Ханшайым тек 4-ші есіктің артында екенін айтады. Бірақ сарайда тек 3 есік бар. Әскер қандай есік таңдау керек? Жауабы: егер есіктегі белгілерді 2 жаққа бөлсек, онда сандар шығады. Сонда жауабы: 1-ші есік. Ал енді міне, видео бітті. Арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.